Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай бүгінгі видеода 9 сынып геометрия пәнінің 3 тоқсандағы ТЖБ-ның 2 нұсқа есептерін қарастыратын боламыз. Бұл нұсқада келесідей 5 тапсырма берілген. Бірінші есепті қарастыратын болсақ, үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 24-ге тең, үшбұрыштың ауданы 1152-ге тең, осы үшбұрыштың периметрін табыңыз дейді. Жазып алайық. Берілген мәліметтеріміз радиус 24, ауданы 1152, енді бізге периметр табу керек. Бұл жерде қолданылатын формуламыз үшбұрыштың ауданы табу формуласы 2-ден 1 шақшаның ішінде А қосу Б қосу С көбейтілген үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы. Енді мына А қосу Б қосу С дегеніміз үш қабырғасының қосындысы, ол үшбұрыштың периметрін береді. Олай болса, бұл формула қайтадан жазсақ, S тең 2-ден 1 көбейтілген периметр көбейтілген шеңбердің радиусы болады. Осы формуладан енді периметр тауып алатын болсақ, периметр тең, мына екі теңдіктің сол жағына өткен кезде көбейтіледі, яғни 2S болады, және бөлу радиус. Енді мәндерін тек орнына қоямыз. 2 көбейту аудан дегеніміз 1152-ге тең, бөлінген радиус 24-ге тең. 1152 мен 24 екеуі қысқарады, екеуі де 24-ге бөлінеді. 24-тің орнында 1 қалады, 1152-дің орнында 48 қалады. Сонда периметріміз 2-ні 48-ге көбейтсек 96-ға тең болады екен. Келесі екінші есеп. РТС үшбұрышында ТС 9, РС 6-ға тең. Егер синус бұрыш РТС 9-дан 2-ге тең болса, синус бұрыш ТРС-ті табыңдар делінген. Мынау біздің үшбұрышымыз. ТС қабырғасы 9, РС қабырғасы 6, және бізде РТС, яғни мына бұрыштың синусы белгілі, ол 9-дан 2-ге тең. Енді бізге ТРС бұрышының синусын табыңыздар делінген. Тағы мына жерге берілген мәліметтерімізді жазып алайық. ТС 9, РС 6, синус бұрыш РТС ол 9-дан 2-ге тең. Енді бізге табу керек синус бұрыш ТРС-ті. Бұл есепті шығару үшін синустар теоремасын қолданамыз. Яғни бізге қажетті ТРС бұрышын табуымыз керек. Яғни ТС қабырғасын аламыз. ТС қабырғасының оған қарсы жатқан бұрыштың синусына қатынасы, яғни синус бұрыш ТРС ол тең. Енді бізге белгілі қабырға РС болып тұр ғой, яғни осыны аламыз. РС-тің оған қарсы жатқан бұрыш, яғни мына бұрыш мінекей, синус бұрыш РТС-қа қатынасына тең болады. Енді осы жерден синус бұрыш ТРС-ті табатын болсақ, яғни мынаны табатын болсақ, онда мына екеуі көбейтіледі, яғни ТС-ті көбейтеміз синус бұрыш РТС-ке, және шыққан мәнін бөлеміз РС-ке. Бұл мәліметтердің барлығы бізде белгілі, сондықтан орындарына қояйық. ТС дегеніміз 9-ға тең, көбейту синус РТС бұрышының 9-дан 2-ге тең, яғни көбейтеміз 9-дан 2-ге, және бөлеміз РС-тің ұзындығы ол 6. 9 бен 9 бір-бірімен қысқарып кетеді, екеуінің орнында 1-ден қалады, және мына жерде 6 мен 2-ні де қысқарып тастауға болады, екеуі де 2-ге бөлінеді, 2-нің орнында 1 қалады, 6-ның орнында 3 қалады. Сонда ТРС бұрышының синусы ол 3-тен 1-ге тең болады екен. Келесі үшінші есеп. АБЦ үшбұрышы берілген, және мынандай мәліметтеріміз бар. АЦ қабырғасы 4, БЦ ол 7, және АБ 6-ға тең екен. Енді бізге мына бұрыш АБЦ бұрышының косинусын табыңыз делінген. Мәліметтеріміз қайтадан жазып алайық. АЦ 4-ге тең, БЦ 7-ге тең, АБ ол 6-ға тең. Енді бізге табу керек косинус бұрыш АБЦ-ны. Бұл есепті шығару үшін бірінші біз косинустар теоремасын қолданамыз, және
Міне бізге табу керек бұрышқа қарсы жатқан қабырғадан бастаймыз. Яғни АС-ның квадраты ол тең, қазір қабырғалар арқылы жазып алайық, БС-ның квадраты қосу АБ-ның квадраты азайтылған екі еселенген осы екі қабырғаның көбейтіндісі, яғни БС көбейту АБ және осы екеуінің ортасында жатқан бұрыштың косинусы. Косинус бұрыш АБС дейміз. Енді осы жерде бізге мына косинус керек, сондықтан косинус бұрыш АБС-ны табатын болсақ, ол үшін біз БС-ның квадратына қосамыз АБ-ның квадратын және одан азайтамыз АС-ның квадратын және осының барлығын бөлеміз 2 көбейтілген БС көбейтілген АБ-ға. Енді мәліметтерін орындарына қояйық. Сонда косинус бұрыш АБС ол тең. БС қабырғасы 7-ге тең, 7-ның квадраты 49, қосу АБ ол бізде 6, 6-ның квадраты 36, азайту АС-ның квадраты 16 болады, өйткені АС 4-ке тең, және бөлеміз оны 2 көбейту БС 7, көбейту АБ дегеніміз ол 6-ға. Енді осы мәліметтерді есептейтін болсақ, мына жерде 36-тан 16-ны алып аламыз, сонда 20 қалады, 49-ға 20-ны қоссақ 69. Оны бөлеміз, 2-ні 7-ге көбейтсек 14, 14-ті 6-ға көбейтсек 84 болады. Екеуін енді 3-ке қысқартып жіберуге болады. 84-ті 3-ке бөлсек 28, 69-ды 3-ке бөлсек 23. Сонда АБС бұрышының косинусы 28-ден 23-ке тең болады екен. Келесі 4-ші есеп, ЛНМ үшбұрышында келесідей мәліметтер берілген және оған іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз дейді. Мінекей үшбұрышымыз, мына шеңбердің радиусын табуымыз керек, яғни мына аралықты. Берілген мәліметтеріміз L бұрышы 90 градус, NL деген мына қабырға 4-ке тең, LM мына қабырға 3-ке тең. Енді осы мәліметтер жазайық. Бұрыш L ол 90 градус, NL қабырғасы 4-ке тең, LM қабырғасы 3-ке тең. Сонда бізге радиусты табу керек. Бұл жерде радиусты табудың келесі формуласын қолданамыз, яғни ауданды жарты периметрге бөлеміз. Бірінші енді ауданды тауып алайық. Үшбұрыштың ауданын табу үшін оның 2-ден 1 көбейтілген А қабырғасымен және осы қабырғаға түсірілген биіктікті көбейтеміз. Ендеше табайық. 2-ден 1 біздің А қабырғамыз ол LM болып тұр. Көбейтеміз 3-ке және осы қабырғаға түсірілген биіктік ол NL қабырғасы 4-ке. 2 мен 4-ті қысқартып жіберсек болады. 2-ның орнында 1, 4-тің орнында 2 қалады. Сонда үшбұрыштың ауданы 6-ға тең болады екен. Енді келесі кезекте бізге жарты периметр табу керек. Жарты периметр табу үшін бізде барлық қабырға белгілі болу керек. Ал қазір бізде NM қабырғасы белгісіз. Бұл тікбұрышты үшбұрыш болғандықтан NM қабырғасын Пифагор теоремасын пайдалану арқылы табамыз. Ол үшін түбірдің астында NL-дің квадратына қосамыз LM-ның квадратын. Мәндерін орындарына қояйық. NL дегеніміз ол 4, яғни 4-тің квадраты 16, қосу LM дегеніміз 3, оның квадраты 9-ға тең. 16-ға 9-ды қоссақ, түбір астында 25 болады, ал 25 түбірдің астынан 5 болып шығады. Енді жарты периметр табайық, ол үшін барлық қабырғаларды қосамыз, яғни NL-ді қосамыз LM-ге, оған қосамыз NM-ді. Және осының барлығын 2-ге бөлеміз. NL дегеніміз ол 4, LM дегеніміз ол 3, NM дегеніміз ол 5. Осылардың барлығын 2-ге бөлейік. 4-ге 3-ті қоссақ 7, 7-ге 5-ті қоссақ 12, 12-ні 2-ге бөлсек жарты периметріміз 6-ға тең екен. Енді радиусты табуға болады. Ол үшін біз ауданды жарты периметрге бөлеміз дедік. Аудан ол 6, оны бөлеміз. Жарты периметр жаңа табылды, ол да 6-ға тең. 6-ны 6-ға бөлсек, сонда радиусымыз 1-ге тең болады екен. Келесі 5-ші есеп. Көлденең және тік сызықты биіктікте ұшатын ұшақтың жолағының басы мен шетін білдіретін жолының ұзындығы 1000 метр. Яғни міне А мен Б-ның арасы 1000 метр. А бұрышы 45 градус,
және Б бұрышы 30 градус. Мына жерді 30 градус деп белгілеп алайық. Енді бізге ұшақ ұшатын С бұрышын және АЦ биіктігін табыңыз дейді. Тағы да мәліметтерімізді мына жерге анықтап жазып алайықшы. АБ дегеніміз ол 1000 метр дедік. Бұрыш А 45 градус және Б бұрышы ол 30 градус. Енді бізге бұрыш сыны табу керек және АЦ-ны табу керек. Ең алдымен С бұрышын тауып алуға болады. Өйткені мынау АБЦ деген бізде үшбұрыш қой. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Яғни С бұрышын табу үшін осы 180 градустан бізге белгілі екі бұрыштың қосындысын алып тастаймыз. Яғни 45 градус пен 30 градустың қосындысын. 45-ке 30-ды қоссақ 75, 180-нен 75-ті азайтсақ 105 градус болады. Енді АЦ қабырғасын табу үшін біз синустар теоремасын қолданамыз. Яғни осы АЦ-дан бастаймыз. АЦ-ның АЦ-ға қарсы жатқан бұрыш, яғни Б бұрышының синусына қатынасы ол тең, мәні белгілі қабырға ол АБ, сондықтан АБ-ны аламыз. АБ қабырғасының осы АБ-ға қарсы жатқан бұрыш, яғни С бұрышының синусына қатынасына тең болады. Енді осы жерден АЦ қабырғасын табатын болсақ, АБ қабырғасын көбейтеміз Б бұрышының синусына және оны бөлеміз С бұрышының синусына. Енді мәндерін орнына қояйық. Сонда АЦ ол тең АБ дегеніміз 1000 метр көбейту Б бұрышының синусы. Б бұрышы дегеніміз 30 градус, яғни синус 30 градус бөлінген С бұрышын жаңа біз тапқанбыз, ол 105 градус. Синус 105 градус деп аламыз. Сонда 1000 көбейту 30 градуста синустың мәні 2-ден 1-ге тең. Бөлінген 105 градуста синус шамамен 0,1965-ке тең. Енді мына жерде 1000 мен 2-ні қысқартып тастауға болады. 2-нің орнында 1 қалады, 1000-ның орнында 500 қалады. Бұл жерде енді бізде нақты сан шықпайды, шамамен аламыз. 500-ді 0,1965-ке бөлетін болсақ, шамамен 518 метр шығады. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңырау шағын басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.